Араптанып кеткен еврейлердің азғырынан азып кеткен жаңа сақалданбал қойып өзіміздің жастар солардың көбеюінен, солардың ой өрісінен қорықпай үрікпей құтылатынымызға, олардың чирейтініне көзім толық жетті. Жаңа Ғабит деген жігіт осы соткадан видеосын көрдім. 2009-дан 2022-ге дейін Меккеге бардым, анда бардым, мұнда бардым, ана иттердің азғыруының несін схемасымен жүрген ғой. Сонда барып түсіндім дейді, мыналардың азғын екендерін. Сондай бір Абрамның артынан жүріңдер, бірдеме жүріңдер деген кезде мен қаным ойнап қазақпын ғой деп, содан олардың нелерінен, исламдықтан безіп кеттім дейді. Енді 9 жыл Меккеге барып, сондай іспен миы ауып кеткендер ғой, қазіргілерді попробуйте бірдемеден сақалын алдырып көрші. Өледі. Сондай мазғылар шіріп кеткен ғой, ми жоқ, есек болып кеткен ақыры. Енді сол жігіт исламнан безіп, өзімнің тәңіріме сыйынам дейді. Сыйынғанда аналар сықыл тоңқаңдап, есек сықылды ақырмайды ғой. Тәңірім жарылқасын деп машинаның үстінде, не болмаса аттың үстінде жүрген қазақтармыз. Соны көрдім да тауба қылдым өзіне. Астына жазып бердім, аруағынан айналайын. Аруағың басына келіп қайтып қонған екен, мұсылман жау мұсылман деп пайғамбар айтып кеткен. Сол азғындардан құтылғаныңа қуаныштымын деп астына жаздым. Ол енді сонша жылдан кейін, ер жеткеннен кейін тастады исламды. А мен жас кезінде Фатиха сүресін, тағы Ықылас сүрелерін атам көп жаттап тұр ғой. Сонда кейде апаратын, ол кезде мешіт жоқ қой, ұйғырдың есек қорасы сықылды бір ұзын бірдемелерді салып қойып, сол жерге барып, енді жақсылап ізбестеп қояды ақтап. Ұзын. Ескі клуб болу керек шамасы. Сол жерге барып, атам кір дейді. Намаз қылып. Атамдың қамайсын барасың, барсам. Өңкей бір тобырлар, бейшара семья, әкелердің жүдеп кеткен, балалары вообще жүдеп кеткен, оны жетектеп алып тұр. Анау Арабиядағы бір тірек болған бір бәлелер бар, тура сол сықылды. Өңкей нашар сүмелектер. Жаңалар жиналып бір-біріне салам беріп кіріп, атамды кір дейді. Ата, мен мынаған кірмеймін, мына тобырдан мыналардың жанында мен қалай отырам? Енді 9 жастарым болу керек, сол кездің өзінде бір қақаңдық болған бәле болатымын. Сол қақаңдағанның сорын тартып жүрмін ғой, әлімге дейін. Іштеме жоқ. Сондықтан жігіттер, Ғабит сықылды қорықпаңдар, үрікпеңдер. Ішіне кіріп кеткендерден шығыңдар. Кірмегендерің кірмеңдер. Тәңір деп, Тәңір жарылқасын.